Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл жүрекке жақын арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Ауылдың ай десе аузы, күн десе көзі бар сұлуы. Неге маскүнемнің қолында қорлық көрді? Ал жұрт мүсіркеген кенже сіңлісі қалайша мұратына жетті? Бүгінгі әңгіме өмірдің ащы шындығы мен әділдігі туралы. Соңына дейін көріңіз. Бұл оқиға жүрегіңізді бей-жай қалдырмайды. 1945 жыл. Арқа төсіндегі бұланды аулы. Таңшолпан мен Бекзаттың тойында көзіне жас алмаған жан қалмады. Бірақ бұл қуаныш пен шаттықтың көз жасы еді. Ауыл адамдары бұл екеуінің соғысқа дейінгі жастық шағын жақсы білетін. Ол кезде қос ғашық ел көзінше қол ұстасып қатар жүруші еді. Сұңғақ бойлы, нұрлы жүзді жастар көп болған ғой ол заманда. Дек күрсінді Райхан әже. Ләйлім мен Сапар да, менің бір жаным мен Мәриям да, бәрі көз алдында. Деп мұңайды қарт ана. Райхан әженің жанында отырған Тұмар жанарын төмен салды. Көршісі 1941 жылы қара қағазы келген боздақ ұлын еске алып отыр екен. Ал бір жанның уәде байласқан қалымдығы Мәриям көп ұзамай басқаға тұрмысқа шыққан еді. Бұл тойда ол өз отағасымен қатар отырды. Қойшы, Райхан апа, бақилық болғандарды қозғай бермеші, деп күрсінді Тұмар. Бір жанды енді қайтар алмайсың. Мәриямға да өкпелеме. Ол бейбақ, бір өзі қалай өмір сүреді? Мәриямға ешқандай кегім жоқ, деп қолын бір сілтеді ана. Дегенмен ертерек ұзатылып кетті. Бір жанның қазасын естігеніне жыл да толмаған еді. Кейде ішімнен ренжігім келсе де, оның түріне қарап райымнан қайтамын. Қараш өзіне, қандай күйге түскенін. Тұмар бас изеп құттады. Мәриям шынымен де жүдеп, өңі қашып қарайып кеткен еді. Ол әйелі қайтыс болған Әкімжан деген кісіге тұрмысқа шыққан. Әкімжанды майдан қалмады. Өйткені жеті бірдей жетім баланы әйелсіз, әжесіз, бір өзі бағып отырған әке еді. Оның үстіне шаруашылықта қалдырылған броны бар болатын. Барлық еркекті майданға әкетсе, әйелдердің шамасы келмес еді ғой. Қыршын кеткен боздақтың қалымдығы егде тартқан адамға шықты деп таңғалғандар болса да, ешкім сыртын беріп сөз қылмады. Себебі ол зұлмат заманда тұрмысқа шығатын ер азаматта қалмаған еді. Жамандықты еске алмай-ақ қоялық, деп Райхан әже сергек үн қатты. Мұндай жарасынды жұптың қосылып жатқанына қуануымыз керек. Өздерінен айнымаған сүйкімді ұрпаға келсін. Елімізге сондай ұл қыздар керек ақ. Оның үстіне ауылымызда той болмағалы, елдің қуанбағалы қай заман? Тұмар жымиып қойды. Жұрттың бәрі қос ғашыққа сүйсіне қарады. Күйеу жігіт пен қалымдық шынымен де көз тартарлық еді. Таңшолпан мен Бекзат бұл бақытқа әбден лайық болатын. Олар 1941 жылдың жазында отау құрмақшы еді. Бірақ сол кезде Таңшолпанның анасы қайтыс болып, той кейінге қалды. Артынша соғыс басталып кетті. Дегенмен намысты қыз сүйгенін майданнан сарыла күтіп алды. Өзі қатты жүдесе де, көркінен маржан төгіліп, жанары қуаныштан нұр шашып тұр. Бекзат та мықты жігіт. Еңселі, кең иықты, қайратты азамат. Рас, майданда иығынан жараланып, сол жарасы кейде сырқырап, түнде ұйқы бермейтін кездерде болатын. Бірақ намысты еркек бұл азабын ешкімге білдірмеді. Ауыл адамдары, көркіне көз тоятын жастар, жақсы ұрпақ әкелет дегенді әзіл шыны аралас қостап жатты. Шынында да, бүкіл бұланды ауылында бұл екеуінен асқан сұлу жұп жоқ еді. Ажарлы да қайратты ұрпақты осылар әкелмегенде кім әкеледі? 46 жылы жас отауда Ләйлім есімді қыз дүниеге келді. Ол бесіктен белі шыға сала, кендессіз сұлу болып өсетіні байқалды. Тура анасының аузынан түскендей еді. Бір жылдан соң Назерке туды. Ол әкесіне тартып, қуыршақтай әдем болып өсті. Ауыл адамдары бұл қыздардың сұлулығына еш таңғалған жоқ. Дегенмен, бұл шаңырақ жұртты бір оқиғамен қайран қалдырды. 49 жылы үйдің кенжесі Бағила дүниеге келді. Бірақ ол не анасының нәзік пішініне, не әкесінің айбарлы көркіне тартпады. Жүзінде ата-анасына ұқсайтын белгілер болғанымен, екі әпкесінен қатты ерекшеленіп тұратын.
келбетінде көз тартарлық ешқандай сұлулық жоқ еді. Ләйлім мен Назерке кішкентайынан Бағиланы менсінбей, одан бөлектеніп жүретін. Әпкелері оған жоғардан қарап, мүсіркейтін еді. Бірақ уақыт өте келе, сол аяушылық сезімге күтпеген жерден қызғанышта араласа бастады. Бір күні көрші Күләш апай Ләйлім мен Назеркені көріп қалады. Жұқа көйлек киіп, есік алдындағы орындықта дала гүлдерінен алқа өріп отырған екі қызға сүйсіне қарады. Алындар тентектер деп жымиған Күләш апай қыздарға таяқшадағы тәтті кәмпиттерін ұсынды. Рахмет Күләш апа, мұны өзіңіз жасадыңыз ба деп шаттанған Ләйлім екі кәмпитті алып, біреуін бірден сіңлісіне ұстата қойды. Өзім қантты ертіп жасадым деп бас изеді көрші. Ал Бағила қайда? Оғанда дәм таттыру керек еді. Қаңғып жүрген шығар бір жақта деп, Назерке ұйығын қиған еткізіп, кәмпитін сора бастады. Иә, әдемілік бұрымын өріп отырудың орнына үсті басын кірлетіп, одан сайын ұсқынсыз болып кетеп деп мысқылдады Ләйлім. Күләш апай оларға жақтырмай қарап, басын шайқады. Бұл шаңырақтың кенжесін жұрттың бәрі іштей ұсқынсыз Бағила деп атайтыны жасырын емес еді. Ұялмайсыңдар ма осылай деуге? Деп көрші әйел қатаң ескерту жасады. Иә, ол сендерде емес. Қуыршақтай әдемі болмауы мүмкін. Бірақ оны мазақ қылудың қажеті жоқ. Неге мазақ қылмаймыз? Оның бағы жанған ғой, деді Ләйлім иығын көтеріп. Әкем мен шешемнің сүйіктісі сол. Түрі келіспесе де бағы жанған деген осы. Күләш апа, жұрт сыртынан ұсқынсыз деп сыбырлағанымен, көзінше күрімдеп асты үстіне түседі. Анам бізді де ренжітпейді, бірақ ең дәмдіні үнемі Бағиланың аузына тосады. Ал әкеміз ше? Қалаға барған сайын бізге кәмпит, мата әкеліп, бәрімізге теңдей бөліп береді. Ал Бағилаға келгенде, міндетті түрде бір ерекше сыйлық тауып әкеледі. Ең жұмсақ торғын матаны, ең әдемі қуыршақ пен сәнді туфлиді тек соған бұйыртады. Бәсе, сіңлілеріңді іштей көре алмайды екенсіңдер ғой, деп Күләш апай жанарын сығырайта қарап, саусағымен нұсқап қойды. Қызғаныш қой бұл, ол кенже емес пе? Қазақта кенже балаға үнемі тәттінің ең дәмдісі, киімнің ең бүтіні бұйырады емес пе? Біз оған мүлдем ашуланбаймыз, Күләш апа, деп Ләйлім көзін төңкере қарады. Бірге туған қанымыз ғой, бірақ оны аяйтындай басына күн туып тұрған жоқ. Көрші әйел иығын қиқаң еткізіп, қолын бір сілтеді де жөніне кете барды. Қыздармен сөйлесіп тұрғанда өз шаруасы қалып қойған еді. Ал Ләйлім мен Назерке үйге қарай аяндады. Сімлілері жайлы ой әлде қашан сағымдай ұшып кеткен. Бұл екеуінің өз арман қиялдары да жетерлік болатын. Қарашы, Бағила келе жатыр, деп сыбырлады Назерке, әпкесін бүйірден түртіп. Ауылдың шандақ жолымен Бағила асықпай басып келе жатты. Шын мәнінде, ол жұрт айтқандай соншалықты көріксіз, сұрықсыз емес еді. Жай ғана, адамдар оны еріксіз әдемі, ата-анасымен, қуыршақтай әпкелермен салыстыра беретін. Өзі қатарлас балалардан еш кемдігі жоқ, қарапайым ғана қыз болатын. Тек сұлу әпкелерінің қасында оның өңі бәсеңдеу көрінетін еді. Ауылда беті дөп дөңгелек, қараторы, қарапайым қыздар аз ба? Жанары кішкентай, Бағила сияқты мығым денелі балаларда жетерлік. Бірақ жұрт олар туралы өсе келе өңденіп бой жетіп кетеді деп жататын. Ал мына шаңырақтың кенжесіне қарап, оның әдемі отбасының көлеңкесінде мәңгі қалатыны байқалып тұратын. Осы Бағиланың аузы неге үнемі құлағына жетіп ыржиып жүреді екен деп күңкілдеді Ләйлім, алдарынан шыққан сімлісіне қарап. Бағиланың қолында әзер көтеріп келе жатқан қоржын толы базарлық бар еді. Қоржындағы пісіп тұрған сары алмұрттың хош иісі бүкіл көшені алып кеткендей. Оның жанында түрлі тәттілер мен тоқаштар да салынған. Мынадай алмұртты қайдан алдың? Деп таңғалды Ләйлім. Біздің Бұланды ауылында мұндай жемісті өмірімде көрмеппін. Бұл біздің ауылдық емес, деп шаттана жауап қатты Бағила, кішкентай жанары ұшқындап. Жетпісовтердің шаңырағына Жетісу жақтан нағашы ағасы келіпті. Көп базарлыға келіпті. Жүріңдер үйге, бәріміз бірге дәм татамыз, деді ол жадырап. Әпкелері бір-біріне қарады да, сімлісінің соңынан үйге қарай асықты.
Қолындағы толық қоржынды көрген анасы қайран қалып, екі қолын шапалақтап жіберді. Бұл қайдан келген базарлық? Деп сұрады ол. Жетісудың жерінен келген анашым, деп жауап берді Бағила. Жетпісовтердің үйіне қонақ келгенін естіген едім, бірақ сен олардың көңілін қалай тауып үлгердің? Алмұрт та, тәтті тоқаш та, кәмпит те бар екен. Бағила қалтасынан тағы да бірнеше кәмпитті суырып алды. Ешқандай ерекше түк те істеген жоқпын. Нұрсұлу апаймен әңгімелесіп алған едім. Ол мені кешкі асқа шақырды. Дастархан басында ағасы отыр екен. Же, айналайын, бетіңе қан жүгірсін деп бәйек болды. Сосын сен не істедің? Деп сұрады анасы. Мен үйдегілердің де осындай дәмді жегісі келетінін ойлап, өзім ғана жалғыз жеуге ұялдым. Қарным тоқ деп, құр шайдың өзін іше бердім. Нұрсұлу апай мұны көріп, ішімдегіні сезіп қойғандай болды. Ал қайтуға ыңғайланғанымда, осының бәрін қолыма ұстатып жіберді. Бағила аузы мұрнына сыймай күлімсіреді. Таңшолпан кенже қызына мейірлене қарады. Сосын бірдеңені түсінгендей ақырын ғана басын изеді. Бағила, жұрттың жүрегін осылай жаулайды екен ғой, деп ойлады Таңшолпан ішінен. Үнемі жарқылдап күліп жүреді, өзгелер үшін қуана біледі. Ал өзін ешқашан алдыңғы орынға қоймайды. Ал адамдар мұндай кісілікті кез келген сұлулықтан жоғары бағалайды ғой. Шындығында да солай еді. Үш қызында тең көретін Бекзаттың өзі кенжесіне келгенде ерекше мейірім төгетін. Ол ешқашан ештеңе сұрамайтын, қайта үлкендерге қолғабыс етуге асығып тұратын. Сондықтан да әке жүрегі оны үнемі қуантып, еркелеткісі келіп тұратын еді. Анашым, деп тіл қатты Ләйлім алмұртын қоя салып. Маған көйлекті қашан тігеміз? Қызғылт торғын матамыз бар ғой, жаңа көйлек кигін келіп жүргені. Ауылдағы жалғыз тігінші, өзіміздің Ғалия ғой, деп күрсінді Таңшолпан. Оның қолы мүлдем босамайды. Әлгі матаны апарып едім, уақытым жоқ деп кері қайтарды. Анашым, Ғали апай өзіне көмекші іздеп жүр деп естідім, деп Бағила әңгімеге араласты. Бәлкім, біреуіміз тігіншілікті үйренерміз? Мен барғым келеді, деп Ләйлім елең ете түсті. Ғали апай тігуді үйретсе, өзім-ақ бәрін тігіп алар едім, ал кейін қалаға кетіп, үлкен тігін фабрикасында жұмыс істеймін. Мен де қалаға барғым келеді, деп Назерке де қосарлана кетті. Менің де тігінші болғым келеді. Кек үйрететін адам табылмай жүр. Егер Ғали апай келіссе, мен оған жақсы көмекші болар едім. Таңшолпан екі үлкен қызына тосырғай қарады. Өйткені, бұл екеуінің де ерке тотай, ауыр жұмысқа шорқақтау екенін ана жүрегі жақсы білетін. Таңшолпан қыздарының жаңа көйлекке зәру болып жүргенін ішінен сезетін. Олар кішкентай кезде киім кешегін өзі-ақ тігіп бере беретін. Бірақ қазір бой жетті. Құлпырып киінгісі келетін шақтар еді. Сондықтан анасының қолдан асығыс тіге салған қарапайым көйлектері олардың көңілінен шыға қоймайтын. Отағасы Бекзат та бұл жайды аңғарып, қыздарды Ғалия тігіншіге апарып, біреуін шәкірттікке беруді ұсынды. Үйден бір тігінші шықса, болашағына да жақсы кәсіп болар еді, деп түйді әкесі. Таңшолпан бұл ойды құп көріп, екі үлкен қызын ертіп жолға шықты. Соңғы сәтте үйде қалып бара жатқан Бағилаға көзі түсіп, оны да бірге еруге шақырды. Бағила бұған қатты қуанып, лезде дайын бола қалды. Әпкелері оның бұл сапарына еш қарсылық білдірген жоқ. Қайта сіңлісінің томпиған саусақтарына қарап, мынадай шорқақ қолмен қалай іс тікпек, деп өзара сыбырласып, мырс-мырс күліп алды. Қатал Ғалияның оны ешқашан шәкіртікке алмайтынына сенімді болған олар, сіңлісін аяп, құшақтап қойған еді. Бала шағасын ертіп келген Таңшолпанды көрген тігінші таңғалысын жасыра алмады. Анасы қыздарының тігіншілікке ынтасы бар екенін айтып, өзіне көмекші әрі шәкірт етіп алуды өтінді. Кәсіп дедің бе? Деп міңгірлеген Ғалия қыздардың үлкеніне сынай қарады. Ләйлім бұл сәтті пайдаланып, тігіншілікті үйреніп алған соң, қалаға кетіп, үлкен шеберханада жұмыс істейтінін айтып, мақтанып қалды. Қызының бұл орынсыз сөзіне Таңшолпан қатты ұялып, артық сөйлемесін деп, оның арқасынан қағып жіберді. Үйреніп алып, қалаға қашатын көмекшінің маған не керегі бар? Деп мысқылдады тігінші. Таңшолпан қызының сөзін жоққа шығарып, оның ешқандай қалаға бармайтынын айтып, бәйек болды. Ақыры Ғалия жібіп, егер ерінбей еңбек етсе,
кез үйреніп кететінін ескертті. Бұл сөзді өзіне айтылды деп қабылдаған Лейлім іштей марқайып қалды. Шебер өзін таңдады деп ойлаған ол қатты қуанды. Бірақ Ғалия үшеуінің де қолына бір-бір жапырақ мата, жіп сабақталған ине мен түйме ұстатты. Кім жылдам әрі мығым қадайтынын сынамақ болды. Лейлім матаны жұлып алып, ұзын жіпті сабақтап, ақыры өзі сол жіпке оратылып қалды. Оның бұл қылығын көрген тігінші мырс етті. Ал Назеркенің қолы ебедейсіз еді. Инені дұрыс ұстай алмай, саусағына кіргізіп алып жылап жіберді. Екі әпкесі әбігерге түсіп, түймемен алысып жатқанда, Бағила мұнтаздай етіп қадалған түймесі бар матаны алға созды. Ол ешқайда асықпай, өзіне тапсырылған істі үн-түнсіз аса ұқыптылықпен орындап шыққан еді. Ғалия оның жұмысына риза болып басын изеді. «Міне, мен өзіме керекті шәкіртті таптым», деді ол жымиып. Лейлім мен Назерке не болғанын түсінбей де қалды. Олар өзара жарысып, бірінің ісіне бірі қарап әлек болғанда, назардан тыс қалған кенже сіңлісі екеуін де басып озған еді. «Қандай шәкірт?» деп таңырқаған Лейлімнің жанары, жанында тұрған Бағиланың жалпақ, қарапайым әрі аздап абдыраған жүзіне түсті. «Сендер қайта беріңдер, ал Бағила менің қасында қалады», деді шебер кесіп айтып. Қазірден бастап үйренеміз. Қаншалықты тез үйренсе, маған да соншалықты ерте қолғабыс етеді. Сол кезде сендердің де көйлектеріне кезек келер, деді ол. Таңшолпанның жүзі жадырап сала берді. Кенже қызның тігіншілікке бейімі бар екенін ол тіпті ойламаған деді. Ал Лейлім мен Назерке сағысынып, үйге қарай мұңайып қайтты. «Әпкелерім, мен тігуді толық меңгергенде, сендерге ең әдемі көйлектер мен белдемшелер тігіп беремін», деді Бағила, шын көңілмен қуанып. «Жарайт, көрерміз», деп күрсінді Лейлім. Егер шебер Назеркені таңдағанда, ол қатты ашуланар еді. Ал момын Бағилаға қалай ренжитінін де білмеді. Оған ашуланудың өзі қиын болатын. Бағила өте зерек шәкірт болып шықты. Ғалия оның талабына дән риза еді. Шебер кейде қатал, талапшыл, тіпті дөрекілеу көрінгенімен, адал еңбекпен табандылықты көргенде мақтауын аямайтын. Бұланды ауылындағы әйелдердің көбі істіге білетін. Тіпті кейбірінің үйінде шебердігіндей тігін машинасы да бар болатын. Бұл ол заман үшін өте сирек кездесетін бұйым еді. Дегенмен олардың шеберлігі жетіспейтін. Сәнді әрі сапалы киім керек болса, жұрттың бәрі Ғалияға ағылатын. Оның есігінің алдында кезек үзілмейтін. Өйткені көршілес ауылдар мен ұжымшарлардан да адамдар ағылып келіп жататын. Ал Бағила келгелі жұмыс тіпті жанданып кетті. Бір жылдың ішінде ол ұстазынан кем түспейтіндей шеберлікке жетіп, қолы жүріп кеткен еді. Көзің қырағы, қолың епті екен деп, ұстазы оны жиі мақтайтын. Дегенмен қателескен кездерінде Ғалия оны қатаң сөгіп, жұмысын қайта істететін. Бағила бұған еш налымай, қатесін түзеу үшін таңға дейін көз ілмей отырып шығатын. Ол уәдесінде тұрып, әпкелері мен анасына небір көйлектер, ал әкесіне жаңа жейделер тігіп берді. Жылдар сырғып өтіп жатты. Қыздар мектепте оқып жүрді. Ал Бағила сүйікті ісімен айналысып қана қоймай, ұжымшарда күн-түн демей еңбек ететін, ата-анасының түсіне де кірмейтін қомақты қаражат таба бастады. Дегенмен, жас шебердің көңіліне қаяу түсіріп, тыныштық бермейтін бір ғана ой бар еді. Күндердің күнінде Бағила әпкесі Ләйлімді сөзге тартты. «Осы сендер Назерке екеуің. Баяғыда Бұландыдан кетіп, қалада тұруды армандаушы едіңдер ғой», деді ол. «Әлі де армандаймын», деп ауыр күрсінді Ләйлім. Ол бойжетіп қалған сіңлісіне мүсіркей көз тастады. Бағила қанша өсіп жетілсе де, аққудай құлпырған сұлу қызға айналмаған еді. «Мектепті бітіруге де жақын қалдың ғой», деді Бағила ақырын ғана. «Ендеше ауылдан кететін шығарсың?» «Ешқайда кетпеймін», деп басын шайқады Ләйлім. «Мені ол жақта кім күтіп тұр? Құрбыларының бірі медбигелікке, екіншісі ұстаздыққа оқымақшы. Ал менің ондай оқуға зауқым жоқ. Осы ауылда қаламын». «Бұл Ғалия апайдан тігіншілікті үйрене алмағанынан ба?» деп сұрады Бағила, жанарын төмен салып. Ләйлім мырс етіп күлді де басын шайқады. «Назерке екеуміздің балалық пен
Ақмақтықпен айтқан сөзіміз ғой ол. Қалаға барып үлкен шеберханада істеу деген құр қиял екен. Ол жақта ондай тігіншілер толып жүр. Бәрі ірі өндірісте. Таңнан қара кешке дейін басқа машиналармен, көрпе төсекпен көйлек көншек тігіп бейнет кешеді. Одан да тұрмысқа шығам, деді Ләйлім паңданып. Маған өмір бойы алақанына салып аялайтын азамат керек. Үстіме сыйлық үйіп, айтқанымның бәрін екетпейтін еркек болса деймін. Және қолынан келмейтін ісі жоқ шебер болса тіпті жақсы. Ал ондай жігітті қайдан табасын? Деп жымиды Бағила. Менің мына сұлулығыммен ондай күйеу табу оп-оңай ғой, деп иығын қиқаң еткізген Ләйлім қалың бұрымын артқа серт тастады. Бағила бас изеп келісе кетті. Әпкемдікі раста шығар. Сұлу адамдар қалай өмір сүргісі келсе, солай сүретін болар, деп ойлады ол ішінен. Бағила өзінің екі әпкесінің сұлулығына ешқашан жете алмайтынын жақсы білетін. Бірақ бұған ешқашан мұңайған емес. Керісінше, ата-ананың мейірімі де, жұрттың шапағаты да, тіпті өмірдегі қарапайым сәттілік те өзіне көбірек бұйыратындай көрінетін. Әлгі тігіншілікке қатысты жағдай сияқты. Ләйлімнің айтқаны айнымай келді. Ол өзімен бірге оқыған Санат Елемесов есімді сыныптасына тұрмысқа шықты. Келбетті нұрлы жігіт оны алақанына салып аялауға, бар жағдайын жасауға уәде берген. Келіннің үлпілдеген ақ көйлегін Бағиланың өзі тікті. Тіпті матасын да Ғалия ұстазының қаладағы таныстары арқылы арнайы алдырған еді. Сөзім жоқ айналайын, деп сыбырлады Ләйлім, айна алдында өзіне тамсана қарап тұрып. Біздің Бұланды ауылында мұндай сұлу қалыңдық әрі болған емес. Сен бәрінен де әдемісің, деп жымиды Бағила. Қандай киім кисенде жараса кетеді. Дегенмен, көйлекте көздің жауын алатындай шықты. Оған бар ықыласыммен жүрегімді салдым. Тұңғыштарының бағы жанғанын көріп, ата-анасы да қатты қуанды. Оның оқуға шорқақ екенін олар баяғыда-ақ түсінген. Ал енді міне, өз алдына шаңырақ көтеріп, көз алдарында отыратын болды. Ешқандай қалаға да кетпейді. Ал той үстінде Назеркенің айналасында ауылдың жас жігіттері шыбындай үйірілді. бірі сусынын құйып бәйек болса, екіншісі биге шақырып жатты. Осы бетіңмен сендер жақында ұзатылып кететін шығарсың деп, Ләйлім сіңілісін бүйірден түртіп қалды. Ұзатылам, еш күмәнің болмасын, деп міңгірледі Назерке. Олай болса іркілме. Кез келгеннің етегінен ұста да, кете бер, деп қарқылдап күлді әпкесі. Маған көрінгеннің бәрі қажет емес, деп кесіп айтты Назерке менмендікпен. Көрінгеннің етегінен ұстаған өзімсің. Мен көрінгенге шығыппын ба? Күйеуім туралы жақсы ойда екенсің өзің. Ішіңнен дәл осындай азаматты армандап жүргеніңді білем, бірақ саған ондай жігіт бұйыра қоймас, деп Ләйлім шарт кетті. Біліп қой әпке, егер ауылдың қаратабан жігітіне тигім келсе, сенен бұрнақ кетіп қалар едім. Бірақ менің талғамым биік. Одан да барда, өз санатыңа қара. Әне, бірінен соң бірін төңгеріп жатыр. Бұл түрмен тойдың соңына дейін жетпес. Есінен танып, дастархан басында құлап қалар, деп шүйлікті Назерке. Назеркенің бұл сөзіне қаны қарайған Ләйлім керіс айналып кетті. Жігітіне қарап еді, бойын ыза кернеді. Сонда бұл мүлдем тоқтамай ма? Кәне, қолындағынды ғой, деп дауыстап жіберді ол, күйеуіне қатаң қарап. Менің келіншегім маған бұйрық беретіндей не көрінді? Деп Санат зілдене үн қатты. Күйші бақыт, тағы бір рет алып қоялық. Қолындағыны қой дедің, маған маскүнем кию керек емес. Ойпырмай сөйлеуін қараш. Біліп қой Ләйлім, қанша жерден сұлу болсаң да, мені билеуіңе жол бермеймін. Өз шаңырағымда өзім қожайынмын. Осыны құлағына қиып ал. Ләйлім көз жасына ерік беріп, үйге қарай тұра жүгірді. Бағила оның соңынан ұмтылып, жұбатып, басу айта бастады. Содан соң Санатқа жетіп келіп, дастарқанды жұдырығымен бір ұрды. Бұның не, а? Елдің көзінше келіншегінің масқарасын шығарып отырсың ба? Деп қабағын түйді ол. Әкемнің Жәнібек көкеммен әңгімеге кірісіп кеткені сенің бағың болды. Олардың көріспегеніне 10 жыл болған. Әйтпесе, мынадай маскүнем күйеу баламен басқаша сөйлесер еді. Ей, кішкентай қыз, саған не болды? Деп Санат қарсыласпақшы болып еді. Ләйлімнің сіңлісінің жанарына қарап, кібіртіктеп қалды.
Дереу райынан қайтып, қолындағысын үстелге қоя салды. Бар, келіншегінің жанына бар да татулас, деді Бағила, әлі де ашуы тарқамаған қалпы. Барайын, деп міңгірлеген жас күйеу Ләйлімнің соңынан кетті. Ол ішінен өзіне өзі қайран қалып бара жатты. Осы бір ұсқынсыз Бағила оның мысын қалай басып тастады? Неге оның айтқанына көне қалды? Бұған Оның нәзік болса да сенімді, ешқандай жасандылықсыз шыққан өткір дауысы себеп болды ма? Әлде сол бір кішкентай, сұрықсыз жанарындағы отты қадір қасиет пе? Санат мұны түсіне алмады. Бірақ оған қарсы тұруға дәрмені жетпеді. Ал Назерке, әпкесінің тойында көзіне түскен өзінің талғамынан шығатын мырзаны уысынан шығармады. Ләйліммен бірге оқыған құрбысының қаладан келген нағашы ағасы бар болатын. Ол қаладағы оқу орнында соңғы курста оқитын, болашақ білімді маман еді. Қаладағы сұлулардың назарына әбден еркелеп өскен қайратты, ауылдың көркі бір көргеннен баурап алды. Той өтіп, бірнеше апта артта қалған соң, Назерке әке-шешесіне қалаға кететінін кесіп айтты. Бұның қалай? Деп анасы жағасын ұстады. Оқуға түспепсің? Сонда кім болмақсың? Оқимын, деп бас изеді Назерке. Алдымен медбике, сосын дәрігер болармын. Қайратқа жоғары білімді әйел керек дейді. Ол қандай Қайрат? Деп әкесі қабағын тиді. Ләйлімнің тойында қарындасымен бірге келген жігіт. Мен сол азаматқа тұрмысқа шығам, деді қыз, ешкімнің сөзін тыңдағысы келмей. Ата-анасы оны райынан қайтармақ болды. Өйткені бұл өте асығыс, әрі қисынсыз шешім еді. Оның үстіне ол Қайрат дегенді бұрын соңды ешкім танымайтынды. Мені үгіттемей-ақ қойыңдар, деп басын шайқады Назерке. Одан ештеңе шықпайды. Егер күшпен ұстасаңдар, бәрібір қашып кетемін. Сені күшпен ұстап қайтайық, айналайын, деп күрсінді Бекзат. Осыншама жұлқынғаныңға қарағанда қатты сүйген шығарсын. Таңшолпан ештеңе демеді. Тек ауыр күрсінді. Ол қызының шынайы махаббатпен ұзатылып бара жатқанына сенгісі келді. Бірақ өз перзентінің мінезін тым жақсы білетін. Назерке кішкентайынан қаланың өмірін армандап, ауылдан кетіп, қалалық жігітке тұрмысқа шығуды көксейтін. Міне, сол арманына жеткені осы еді. Ләйлім отау құрған соң, күйеуінің шаңырағына келін болып түсті. Назерке қалаға кетіп, оқуға түсті. Көп ұзамай ол да тұрмысқа шықты. Ал Бағила ата-анасының қасында қара шаңырақта қалды. Бірде ұйқыға жатар алдында Таңшолпан ауыр күрсініп тіл қатты. Осы кенжемізге қарасам, ішім удай ашиды, деді ол. Неге сонша мұңайдың? Жап-жақсы қыз болып өсіп келеді ғой, деді Бекзат. Жақсы екеніне дауым жоқ. Бірақ оны кім келін қылып алмақ? Өмір бойы біздің қолымызда отырып қалмас па екен? Оны ойлап уайымдауға әлі ерте ғой. Жасы 17-ге де толған жоқ. Үлгереді. Қайдағы үлгерген? Жігіттердің көз алдымен қыздың ажарымен алма мойнына түседі емес пе? Ал біздің Бағила ше? Бекзат үндемей қалды. Тіпті беті қызарып кетті. Оған мұндай әңгімелер жат еді. Оның көзіне Бағила әпкелерінен өзгеше болса да, өзінше бір сұлу болып көрінетін. Неге өз перзентімізді бұлай кемсітесің, Таңшолпан? Деп Бекзат әйеліне кейіс білдірді. Түсінші отағасы, мен оны сенен кем жақсы көрмеймін. Ол менің көз нұрым, жалғыз қазынам ғой, деп Таңшолпан тағы да күрсінді. Бірақ оның соңынан құрақ ұшып жүрген жігіттер көрінбейді ғой. Анашым, мен бүгін Ләйлімді көрдім, деді бір күні Бағила. Оның несі таңғаларлық? Ол қарсы көшеде тұрады емес пе? Жоқ, мен оған қол бұлғап, қасына барып құшақтасқым келген. Бірақ ол көшенің арғы бетіне өтіп, қадамын жиілетіп кетіп қалды. Байқамай қалған шығар. Сендер жоқтан өзгеге байбалам саласын, деп жауап берді анасы. Қайдағы? Жап-жақсы көрді. Менімен кездеспеу үшін әдейі қашып кеткендей көрінді. Таңшолпан басын шайқап, қызының сөзін жоққа шығарды. Сосын әңгіме ауанын басқа арнаға тез бұрып жіберді. Өйткені өзінің де ішін тырнап жүрген күдікті қозғағысы келмеді. Үлкен қызының шаңырағында бәрі керемет емес екенін ана жүрегі сезетін. Бір-екі рет оның жылап, көзі ісіп жүргенін де байқаған. Сонда не болғанын сұрағанда,
Ләйлім бір қисынсыз сылтау айтып құтылған еді. Таңшолпанның сол кезде қызын сілкілет тұрып, бар шындықты білгісі келді. Күйеуінің үйінде қорлық көріп жүрген жоқ па екен деп уайымдады. Бірақ жұртқа күлкі болмайын деп үндемеді. Ләйлімнің өз алдына отау болғанын, отбасының сырын сыртқа шашқысы келмейтінін түсінді. Уақыты келгенде өзі-ақ айтар, деп сабырға келді. Бағиламен кездескісі келмегенде содан болар деп ойлады анасы. Тағы да көзесіп, жылап жүрген шығар. Құлыным-ай, не көріп жүрсің ол үйде? Анашым деп кіл қатты кенет Бағила. Мен сізбен бір маңызды нәрсе туралы сөйлесейін деп едім. Егер тағы да Ләйлім жайлы айтпақ болсаң, қоя ғой. Оның жағдайы жақсы. Жаман болса, келіп мұңын шағар еді. Жоқ, әпкем туралы емес. Ендеше не туралы? Бағиланың өңі алдымен қуарып, сосын қызарып кетті. Кішкентай жанары нұрланып, сол сәтте оның жүзі тіпті сұлуланып кеткендей көрінді. Қыз кеудесін кере терең дем алды да, іркіліп барып сөйледі. Анашым, менің сүйген жігітім бар. Есімі Сұлтан, деді Бағила бір деммен ақтарылып. Таңшолпан отыра кетті. Өз құлағына өзі сенбеді. Көз тартар көркі жоқ кенжесіне қайдағы күйеу? Кім ол? Осы кезге дейін маңынан бірде-бір ер баланың қарасы көрінбеген еді ғой. Бағила жанарын төмен салып, бәрін басынан бастап баяндап берді. Мектепті бітірген соң, ол сол жердегі асханаға жұмысқа кірген еді. Ас таратып, ыдыс аяқ жуатын. Жұмысының жақсы жері күні бойы қамалып отырмайды. Іс тігуге уақыты мол қалатын. Ал сол жылы қаладан ауыл мектебіне Сұлтан Асқарұлы есімді жас математика мұғалімі жолдамамен келген болатын. Келе сала, көзіне сен түстің бе сонда? Деп таңырқады анасы. Оқыған азамат, ұстаз болса. Қайдағы? Деп күлді Бағила. Ол мектепте баяғыдан істейді. Мен оқуды бітіріп, жұмысқа кірген кезде келген. Сондай білімді азаматпен қалай тіл табысып жүрсің? Деп таңғалды анасы. Анашым, өте дұрыс айтасыз. Біз алдымен жақсы дос болдық, деді қыз. Асханада менен де өткен сұлу қыздар бар. Жас мұғалималар да Сұлтанға жанарын қадап жүретін. Асты үстіне түсіп, бәйек болатын. Айналасы толған арулар болса, сені қалай байқады екен? Деп сөзін бөлді Таңшолпан. Сол үшін де байқады ғой. Ол қыздардың жасанды қылықтарынан қашып, менімен сөйлескенде дем алып қалатын. Мен оған көз сүзіп қылымсымадым. Кек үнемі әзілдесіп жүретінмін. Кейін өзі де мойындады. Сенің күлкінді көргенде жаным жай тау, жүрегім жылып сала береді, деді. Ал қалайша сөз байластыңдар? Деп сұрады анасы. Оның өзі де білінбей қалды, деп жауап қатты қыз. Бірде қасыма келіп әңгімелеседі. Бірде екеумізге 2 стақан тәтті сусын әпереді. Бір күні дәмді кәмпиттер әкеліп бергені есімізде ме? Мен оны оқушылар, не ата-аналар берген шығар деп ойлап едім. Жоқ анашым, оны Сұлтан берген еді. Ал жақында мені үйге дейін шығарып салатынын айтты. Міне, сол кезде екеуміздің арамыздағы сезім туралы үлкен әңгіме басталды. Сонымен не шештіңдер? Деп асықты Таңшолпан. Анашым, біз отау құрайық деп ұйғардық. Бірақ, деді де, Бағила кідіріп қалды. Ана жүрегі торға түскен торғайдай лүпілдеп кетті. Не бірақ, не болды сонша? Деп сұрады ол. Анашым, Сұлтан ауылға тек жолдамамен келген ғой. Деп ақырын тіл қатты қыз. Қалада оның ата-анасы үлкен шаңырағы бар екен. Ол мектепте мұғалім болып қана қоймай, қаладағы үлкен оқу орнында ұстаздық еткісі келеді. Ал ол үшін әлі де оқу керек екен. Тіпті үлкен ғылыми дәреже қорғаймын дейді. Таңшолпан бұған шыдай алмай, егіліп жылап жіберді. Кенже қызының жақында ұзатылып, қара шаңырақты ғана емес, туған ауылында тастап кететінін оның ақылы қабылдай алмай жатты. Ол Бағиланы құшақтап алып, көз жасына ерік берді. Анасын аяған қызда қосыла жылады. Күйеу баламен танысу дастарқанына Бағила үлкен әпкесі Ләйлімді, жездесі Санатты, және кішкентай жиені Кәусарды да шақырды. Ләйлім бұл отырысқа келгісі келмегендей көрінді, бірақ бас тартуға батылы бармады. Дастарқан басында үлкен әпкесі өзін өте ыңғайсыз сезінді.
Бағила мен оның болашар жарына таңырқай қарағанымен, назарының бәрі күйеуі Санатта болды. Ал Санат болса, ешкіммен ұялмай, алдындағы арақты бірінен соң бірін төңкеріп жатқан еді. Доғарсаңшы енді, елдің көзінше масқаранды шығардың ғой, деп сыбырлады Ләйлім күйеуіне. Ал сен неге маған бұйрық бере қалдың? Деп шүйлікті Санат. Сен маған үстемдік жүргізбе, ұқтың ба? Бұл ұрысты Бағила да, отағасы Бекзат та естіп қойған еді. Қайын жұртының қатаң жанарынан ығысты ма? Санат бірден жуасып қалып, үндемеген күйі алдындағы шайды ғана ұрттап отырды. Қоңыр салқын кеште екі апалы сіңлілі сыртқа таза ауа жұтуға шыққанда, Ләйлім ауыр күрсінді. Менің армандарымның бәрі сенің бойынан табылғанына әлде сене алар емеспін, сіңлім, деді ол мұңайып. Азаматтың төресін жоқтырдың, енді міне, қалаға да кететін болдым. Ләйлім, келші, бұл жолы мен туралы емес, сен туралы сөйлесейікші, деп қиылды Бағила. Отбасында қорлық көріп жүргеніңді білем. Оны бүгін әкемде байқап қалды. Ал мен сендердің қуаныштарыңды айтқым келеді. Өз өмірім туралы тіс жарғым келмейді, деп мұңға батты әпкесі. Ләйлім, бұлай өмір сүруге болмайды ғой, деп жаны ашыды сіңлісінің. Ол менің заңды күйеуім, одан қайда қашып құтылам. Сондықтан бұл туралы ойламағанда дұрыс шығар. Маскүнеммен өмір сүру, маңдайыма жазылған тағдырым болар. Ләйлім-ау, кішкентай Кәусарды ойласаңшы. Біз өсіп келе жатқанда, көз алдымызда әкеміздің үлгісі болды. Ол аузына шайтан суды мүлдем алмайтын. Кек үлкен тойларда ғана, аздап қана дәм тататын. Ал Кәусар ертең нені көріп өседі? Бұл сөздер әпкесінің жүрегіне қанжардай қадалып, Ләйлім сіңлісінің құшағына құлап, еңіреп жылап жіберді. Бұлай өмір сүру мүмкін еместігін айтып, көз жасын көлі қылды. Тіпті мына тұрмыстан гөрі, өле салғанда артық көретінін жасырмады. Санатқа деген ешқандай махаббаты қалмағанын. Бәріне кінәлі сол бір қарғыс атқан арақ екенін айтып, шер тарқатты. Бірақ апалы сімлілі қыздардың ұзақ сырласуына мұша болмады. Болашақ күйеу бала қалымдығын іздеп, атанасы да оларды жоқтап жатқан еді. Дегенмен, Бағила әпкесіне мұңаймауға, оны бұл батпақтан өзі-ақ суырып алатынына, тіпті Ләйлімнің өзі еш әрекет жасамаса да, оны бұл қорлықта қалдырмайтынына бекем уәде берді. Ал дастархан басында Бағила мен Сұлтанның тойы тура 3 айдан соң өтетіні кесіліп айтылды. Жас жұбайлар ауылдық кеңес бөлген шаңыраққа қоныстанбақ болды. 6 айдан соң Сұлтанның жолдамамен келген мерзімі аяқталған шақта, екеуі қалаға көшпекке келісті. Отбасылық дастарханнан кейінгі күні Бағила әкесімен оңаша қалып, Ләйлімнің тағдыры жайлы сөз қозғады. Бекзат үлкен қызының жағдайы мәз емес екенін ішінен сезетін. Отағасының ішімдікке салынуы отбасы үшін үлкен қасірет еді. Дегенмен әке байғұс бөтен шаңырақтың ісіне араласуды ерсі көріп, басын шайқады. Ал Бағила болса, қандас бауырымды қорлықта тастап кету, одан да ауыр күнә, деп кесіп айтты. Кішкентай қызының аузынан шыққан ақылды сөзге, әрі оның өткір жанарына қайран қалған әке амалсыз келісім берді. Ләйлімге араша түсу оңайға соқпады. Оның өзі де күйеуінің шаңырағын тастап кетуге жүрегі дауаламай намыс көретін. Ал Санат болса, күн құрғатпай арақ ішуін қоймады. Оның үстіне енесі де ұлын жақтап, мынадай мінезі шатақ әйелмен ішпегенде қайтеді, деп келініне шүйлігімен болды. Бекзат күйеу баласымен жеке қалып, қатан ескерту жасаған еді. Бұл сөзден кейін Санат бір аптадай ішімдікке жоламай, кейін қайтадан ескі әдетіне басты. Міне, сол кезде Бекзат қызы мен немересін алып кетуге келді. Жинақтал, қазір қайтамыз, деді ол, ешқандай қарсылықты көтермейтін қатаң дауыспен. Енесі байбалам салып, келінін жібермеуге тырысты. Күйеуінің мынадай күйге түсуіне әйелдің өзі кінәлі деп айқайға басты. Ал бұл кезде Санат ішімдікке әбден тойып алып, дәлізде қорылдап ұйықтап жатқан болатын. Ләйлімнің бойын қорқыныш билеп, көз жасына ерік берді. Тіпті әкесіне, күйеуіме тағы бір мүмкіндік берейінші деп, жалынбақшы да болды. Бірақ Бекзат оны тыңдамады. Үйге қайт,
деді әкесі сұсты үнмен. Бұл дауыс баяғыда Ләйлімнің бой жетіп жүрген шағында кешкі серуеннен кешіккенде шығатын қатаң дауыс еді. Әке жанарындағы айбардан Ләйлім есін жиып, дереу заттарын жинай бастады. Осылайша ол қайтадан қара шаңыраққа оралды. Санат әйелін қайтармақ болып талай рет келді. Бірақ Бекзат оған: «Ең болмаса, бір рет сау күйінде келсеңші» деп есікті тарс жапты. Кішкентай Кәусарға осы үйде тыныш болады деп жұбатты Бағила әпкесін. Әрі, менің тойыма дайындыққа көмектесесің. Ләйлім бірдеңе айтпақ болып еді. Тағы да егіліп, жылап жіберді. Ол ақыры маскүнемнен кетудің дұрыс шешім болғанын мойындады. Ата-ананың босағасына қайтып келу, ажырасу, сүйекке таңба, үлкен ұят деп күрсінді ол. Бірақ ішімдікке салынған адаммен бірге өмір сүру одан да қорқынышты еді. Уақыт сынаттай сырғып, Сұлтан мен Бағиланың отау құратын күні де келіп жетті. Той қарапайым өткенімен өте әсерлі әрі қуанышты болды. Қаладан күйеу жігіттің ата-анасы келді. Олар келіндерін алғаш рет көріп, қарапайым ауыл қызының бойындағы тектілікке, ибалы мінезімен ақыл парасатына қатты сүйсінді. Бұл қуанышқа қаладан Назерке де келген еді. Бірақ ол жанында күйеу жоқ, жалғыз өзі жетті. Осындай қуанышты күні қасында болғаның қандай жақсы, деп сыбырлады Бағила әпкесіне. Қайраттың келе алмағаны өкінішті-ақ. Мен енді осында қаламын, деді Назерке мұңды мысқылмен. Ал Қайрат ше? Біз Қайрат екеуміз екі айырылдық. Сен қазір күйеу жігіттің жанына бар, деді Назерке. Әлі-ақ сырласармыз, бәрін өзім айтып беремін. Оқудан қалай шығып қалғанымды да, күйеуімнің басқа қыздарға көз сүзіп, мені елемей кеткенін де түбендеп айтармын. Тойдан кейінгі 6 ай бір көзді ашып жұмғанша өте шықты. Бағила мен Сұлтан бастапқы жоспар бойынша қалаға көшуге қамданды. Оған дейін олар жеке шаңырақта тату тәтті, бір-біріне көз тоймастай ғұмыр кешті. Жас жұбайлар қалаға қоныс аударған соң, Сұлтан жоғары оқу орнында ұстаздық ете бастады. Ал Бағила үлкен тігін шеберханасына жұмысқа орналасты. Алғашында қаланың тігіншілері ауылдан келген жас қызға мұрын шүйре қараған еді. Бірақ көп ұзамай, олар Бағиланың қолынан шыққан дүниелерге қарап, одан көп нәрсе үйренуге болатынын түсінді. Арада бірнеше жыл өткенде, Бағила Бекзат қызы сол үлкен шеберхананың басшысы қызметіне көтерілді. Ері екеуі қыз сүйді, ал жылдар өте келе немерелі болды. Айта кетерлігі, Бағиланың талғамы өте биік еді. Ол үнемі заман талабына сай сәнді киінетін. Өзіне күтім жасап, шашын сәндеп, бойын тік ұстайтын. Оның кішкентай жанары нұрға толып, келбеті көз тартарлық сұлулыққа ұласты. Есейген, кемеліне келген Бағиламен араласқан адамдар оның бала кезінде ұсқынсыз болғаны туралы ойлап та көрмейтін. Күндердің күнінде Бой жетіп қалған немересі әжесіне келіп, өзінің түріне көңілі толмайтынын айтып мұң шақты. «Бекер қамығасың, құлыным», деп жадырай тіл қатты Бағила әжесі. «Сен менің көз тартар аруымсың. Дегенмен, мен саған өзімнің басымнан өткен бір оқиғаны айтып берейін. Дәл осы сұлулық туралы». Кішкентай қыз аузын ашып, әжесінің сөзін үйіт тыңдады. Ол өзінің әлемдегі ең сұлу әжесін, біреулер бір кездері ұсқынсыз санағанына шын жүректен таңғалған еді. Солайша, Бағила сүйген жарымен бірге ұзақ әрі бақытты ғұмыр кешті. Ол Бұланды ауылында қалған ата-анасы мен әпкелеріне, жиеніне жиі барып тұратын. Ләйлім санатқа қайта қосылуға талтынып көргенімен, одан ештеңе шықпай өмір бойы жалғыз өтті. Ал Назерке тағдыр жолында 3 рет тұрмысқа шықса да, құрсақ көтеріп ұрпақ сүйе алмады.